Сәлем достар, сіздермен бірге мен Марика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауықтың тістетін қаймақ пен қызанақ соусында қуыратын боламыз. Ол үшін бізге тауық еті. Мен тауықтың етін былай турап алдым. Пиязды кубиктеп турап алдым. Чеснок, ұн, томатный сок, қаймақ. Мен томатный сокты сумен томатный пастаны араластырып жасап алдым. Дәміне қарай тұз бұрыш. Енді біз қуыруға кірісек, бірінші пиязымызды қызып тұрған майға саламыз. Қуырып аламыз. Пиязымыз жұмсара бастады. Енді біз оның үстінен тауық етін қосамыз. Ағарғанша қуырып аламыз. Мінеки тауығымыз аппақ болып қуырылды. Енді біз оның бетіне бір қасық ұн, қаймақ, және томатный согымызды қосамыз. Енді бәрін араластырамыз. Енді үстіне чеснок, дәміне қарай тұз. Енді бұрышты саламыз. Біздің соус қосылған тауығымыз дайын. Өте сочный, аппетитный болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы тауық туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.